сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бір адам өзінің бала кезінен білетін досына кіріп шығаруды ұйғарды. Ол досы бала жасына мүгедек, қоларбаға таңылған жан болатын. Араға ай салып, жылжытып осылай көңіл аулап шығатын әдетімен бұл жолда ол досының үйіне бас сұқты. Екеуі де егде тартқан, бірақ бұл жүріп тұрғасын, дені сау болғасын, мүгедек досынан жасаң көрінетіндей. Досымен әңгіме сұхбат құру оған айрықша әсер етеді. Неге екенін өзі де беймәлім. Қай тарапты қозғалмасын, бұл досы бәрін біледі. Бүге-шүгесіне дейін талқылап, ойға жақсы ой жамайды. Тұманды селтіп, бәрін ұғынықты қылып жібереді. Бұл досының осы қасиет үшін де құрметтейді. Ол бүгінгі әңгімеден де өте қатты әсер алды. Содан ойланды. Бұл досым ғой бала жасына мүгедек, жүріп тұра алмайды. Бірақ өмір көрген бізден мына менен артық білмейтіні жоқ. Сонда бұл өз қалай? Деп сауалына жауап таппай, араға күн салып, мүгедек досына қайтып келеді. Досым, мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Бірақ жаныңды жаралай алам ба деп қорқамын. Қысылма, айта бер. Екеуміздің арамызда айтылмаған не қалды? Досымсың ғой, көсіл деп жіберленгендей. Бұл көкейіндегі сұрағын қойды. Сен ғой 4 қабырғадан басқасын көрмейсің, білмейсің. Осы жатыс. Бірақ білмейтінің жоқ. Сені тыңдасам, мен мүлдем өмір сүрмейтіндей күй кешем. Тіпті ана тыста жүрген адам да өмір сүріп жатпағандай көрінеді маған. Сен не күнә, не жақсы, бақыт дегеніміз не? Бәрін қалдырмай білесің. Жаратылыс жайлы ой толғамың, адамның жан дүниесінде болатын құбылыстарды, ол ер ме, әйел ме, барлығын оқып-тоқып қойғансың. Бірақ қарасам, сен ең кемел адамдайсың, ал кейде ең күнәһардай көрінесің. Осының себебі неде? Сен мұның бәрін қайдан білесің? Сенің отырысың осы ғой. Досы жымиып қана отырды. Мұны ақырына шейін тыңдады. Сосын ләм деп тіл қатпастан арбасын дөңгелетін қозғалтып, келесі бөлмеге өтті. Бұған соңыма ілес деп ишара жасады. Келесі бөлме толған сөре кітап. Құран кәрім, діни кітап, Абай, Шәкәрім, Мағжан, Пушкин, Чехов, не керектің бәр тұнып тұр. Ақын жазушылар мен небір ғылымдардың еңбегі. Досым, міне, мен осы дүниені түгел меңгердім. Оқыдым, тоқыдым, өзің айтқандай. Және жай оқып қойғам жоқ. Мұның бәрін жүрегімнен өткіздім. Сондықтан да мен сендер сияқты жүріп тұрмасам да, әлемнің түпкір-түпкірін шарлап шыққан адаммын. Мен жиһанкезбін, дәруішпін, ғашық жанмын. Мен де өмір сүріп жатырмын. Дұрысы, өмір сүріп жүрмін дейді.